Мақта қыз бен мысық. Баяғыда мақта қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады да, мысықты шақырады. Мысығым, мысығым, келші. Мысық келмейді. Қыз болса, келмесең келме деп, мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп, неге шақырдың деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық, ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақта қыз, мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгіп жібереді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Сонда мысық тұрып жалынады. Апа, құйрығымды берші дейді. Мақта қыз, менің қатығымды төле дейді. Мысық сонда сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр, менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп берші, сонда саған қатық беремін дейді. Мысық ағашқа барып, ағаш, жапырағыңды берші дейді. Ағаш, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Мысық суға бара жатса, су әкел жатқан қыздарды көріп қалады. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар болса оған, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық сонда дүкенге барады. Әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, сен маған онда жұмыртқа бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар болса, бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық, енді қайттым, енді не қыламын деп бара жатса, бір ін қазып жатқан тышқанды көріп қалады. Мысық тышқанды бас салады. Жаның барында айт, үйіңде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір табақ тары бар дейді. Мысық сонда, маған бір уыс тары бер дейді. Тышқан үйіне жүгіріп барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарын апарып тауыққа береді, тауық жұмыртқа береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді, дүкенші оған сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді, қыздар оған су береді. Суды апарып ағашқа береді, ағаш жапырақ береді. Жапырақты апарып сиырға береді, сиыр болса оған қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді, мақта қыз мысығының құйрығын байлап береді.